па балалар? Саламатсыз ба? Балалар, біз бүгін экостарт жасыл технологияға алғашқы қадамдар тақырыбында байқауымызға байланысты жұмыс жасайтын боламыз. Қазір сіздердің алдарыңыздағы күнделікті бояп жүрген суреттерімізді ерекше форматта бояймыз. Ол үшін бізге балалар, қараңдаршы, төбеде не көріп тұрсыңдар? Яғни жарық шамымыз, иә? Бұл қазір заман талабына сай осылай жасалған жарық шамымыз. Қазір біз сол жарық шамын істен шыққан түрін, міне, күйіп кетті, яғни. Біз оны енді тастамаймыз. Біз оны қайтадан сұрыптап, өңдейміз. Сол үшін бұны алу оңай екен, балалар. Бетін аламыз. Болтпен шешкенде, міне, болттарын ала салдым, міне, оңай алынады екен. Астында осындай сымдар арқылы бізге жарық беріп тұр. Яғни бұл істен шыққаннан кейін бұны тастамай, біз бұны өңдеп, қайтадан сұрыптап, қажетімізге пайдаланамыз. Міне алған кезде біз күнделікті оқу әрекетінде қолданып жүрген оргстекломыздың үлкен форматы шықты. Яғни біз бұны балабақшамызда тағы да істен шыққан осындай картамызға көлемі келгендіктен сендерге дайын қылып желіммен жабыстырып дайындап қойдым, міне. Ұнады ма, балалар? Қазір бояуға кірісеміз. Суреттерін әркімде әртүрлі сурет. Қане бояуға кірісеміз. Нұрай, қолғанат бояу. Қандай түстен бастайсыңдар? Өздерінің еріктерінде. Қане, Нұрай, қандай түсті байқайды? Жапырақты. Жарайсың, Нұрай. Бояй бер. Жарайсың. Қолғанат көк түсті, бұлттан бастапты. Кәусар қызымыз понидың құйрығынан бояп жатыр. Яғни алқысыл түсінен бастапты. Қолғанат шатырынан бастапты үйдің.